Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасалу жолы өте оңай, қарапайым заттардан жасалатын, дәмі өте керемет болып шығатын хит салат, жаңа жылдық салат әзірлейміз. Ең алдымен салатымызға қажет заттарымызды пісіріп және осылай турап аламыз. Мен пісіріп дайындап алған етімізді ұзынша етіп турап алдым. Жылқы етін пайдаландым. Осылай еттерімізді ұзынша етіп турап алдым. Енді фиолетовый пиязымызды алып, төрт-бүріштетіп майдалап турап аламыз. Мен кішкентай 2 дана фиолетовый пияз пайдаландым. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан шыққан видеоларымды бірінші болып көре алатын боласыздар. Осылай фиолетовый пиязымызды турап алдық. Енді пісіріп алған картошкамызды теркамыздың үлкен көзінен өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды да пісіріп алған теркамыздың үлкен көзінен өткізіп аламыз. Осылай өткізіп алдым картошкамыз бен жұмыртқамызды. Енді тұздалған қиярымызды алып, қиярларым менің кішкентай болғандықтан осылай сәл ұзынша етіп турап алдым. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай тұздалған қиярларымызды турап алдым. Енді теркамыздың майда көзінен қатты сырымызды өткізіп аламыз. Салатымызға қажетті заттарымызды енді дайындап алдық. Енді салатымыздың формасын келтіру үшін тарелкамызды алып, ортасына бокалымызды қоямыз. Енді бокалымызды қойғасын шет-шетіне картошкамызды саламыз бірінші. Осылай картошкаларымды тарелкамызға салып алдым. Енді қасығымызбен тегістеп барлық жеріне жайып шығамыз. Осылай тегістеп салып алдым картошкамызды. Енді үстінен тұзымызды қосамыз. Тұзымызды қосып алдым. Енді майонезімізді құйып шығамыз. Майонезімді құйып алып, қасығымызбен осылай тегістеп барлық жеріне жағып алдым. Енді турап алған фиолетовый пиязымызды барлық жеріне салып шығамыз. Осылай барлық жеріне салып алып, қасығымызбен тегістеп аламыз. Осылай қасығымызбен тегістеп алдым. Осылай қасығымызбен тегістеп алғасын, үстінен сәл ғана майонезімізді құямыз. Майонез көп қоспаңыздар пияздан кейін. Сәл ғана қосып, енді үстінен пісіріп турап алған етімізді қосамыз. Мен жылқы етін пайдаландым. Осылай барлық жеріне еттерімізді салып шығамыз. Етім тұздалғандықтан бұл кезде тұз қоспаймын. Осылай еттерімізді салып, тегістеп аламыз. Осылай тегістеп алдым. Енді үстінен майонезімізді қосып, осылай майонезімізді құйып, қосып алдым. Енді қасығымызбен тегістеп барлық жеріне жағып шығамыз. Формасы әдемі шығу үшін осылай қасығымызбен тегістеп, сәл баса отыра тегістеп аламыз. Сол кезде салатымыздың формасы әдемі болып шығады. Осылай майонезімізді қосып тегістеп алғасын, үстінен теркамыздан өткізіп алған жұмыртқамызды барлық жеріне қосып шығамыз. Осылай жұмыртқаларымды қосып алдым. Қасығымызбен тегістеп барлық жеріне. Осылай тегістеп алдым барлық жерін. Енді үстінен тұзымызды қосып, бірінші тұзымызды қосқасын, үстінен майонезімізді құйып, қасығымызбен тегістеп барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай жағып шықтым. Енді тұздалған қиярымызды да барлық жерлеріне салатымыздың салып, қасығымызбен тегістеп шығамыз. Осылай қасығыммен тегістеп шықтым. Енді үстінен майонезімізді құйып, барлық жеріне қасығымызбен
тегістеп жағып шығамыз. Осылай майонезімізбен барлық жеріне тегістеп жағып шықтым. Енді үстінен сырымызды, теркамыздың майда көзінен өткізіп алған сырымызды барлық жеріне бір келкі қылып салып шығамыз. Осылай сырларымызды барлық жеріне салып алдым. Осылай сырларымызды салып алғасын, енді әдемі көріну үшін салатымыз. Осылай укроптарымен сәндеп шықтым бетін. Барлық жеріне укропымызды салып шығамыз. Осылай укроптарымды барлық жеріне салып алдым. Осылай укроптарымды салып алғасын, енді үстінен анарымызбен үстеріне салып шығамыз. Укропымыздың үстінен анарымызды осылай салып алдым. Енді салатымыздың формасын құртып алмай, бокалымызды айналдыра отыра аламыз. Осымен керемет жаңа жылдық салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте әдемі көрінеді, әрі дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.